көрпесінде таулар шөккен ырдың өркешіндей Алтайдың аясында ару зайсан толқиды сол таулардың еркесінде. Аяқмет Жұмабайұлына беріп, осының бәрін жаздырып жатырмыз. Енді кім бере алмаған өкініш болмасын, ешқандай реніш болмасын. Бұнда енді бұл әрбір шаңырақта болатын, үйінде тұратын кітаптың бірі. Сондайса, міне осындай үлкен бізге Аяқмет ағамыздың осындай бізде ителдердің арасынан шығып тұрған үлкен тұлғаға біз көптен көп рахмет айтамыз. Әрқашан деніңіз сау болып, бала шағаңыздың қызығын көріп, қаламыңыздың ұштала берсін. Деніңіз сау болып, жақсылықта, осындай қуанышта кездесе берейік. Мәртебеңіз ұласа берсін, жақсылық болсын. Енді келесі сөзді осы Аяқмет Жұмабайұлына берсек. Барлығыңызға ассалаумағалейкум, есен боласыздар. Енді мына жағдайда үстіп амандықпен жүз көрісудің өзі бір ғанимат. Сіздерге амандық, денсаулық тілеймін. Енді жалпы бүгінгі жұмыстың бетасы осы шежіре. Енді шежіре дегенмен бұл бір рудың шежіресі сияқты болып тұрғанмен бұл жалпы қазақ тарихы. Мынада мысалы анау 3000 жылдан бері қарайғы ғұндар, сақтар, үйсіндер, аландар дәуіріндегі ителінің сол кезде қандай тайпалар болғандығы жөнінде содан бері қарайғы тарих сөйленді. Оның кейін бұда архивтік деректер бар мысалы. Бұлайша айтқанда Жайсаң тарихы да осының ішінде деуге болады. Оның кейін жалпы біздің ата-бабамыздың ерекше өздерінің еңбектерінің бәрі осыған кірген, бүгінгі жастардың еңбегі бар бұның ішінде. Оның сыртында мысалы шежіренің ең жақсысы бұрын мынау 5 рет шыққан 20 неше жылдан бері жинақталып келе жатқан шежіре енді биыл осы егеменді мемлекетіміздің арқасында былайша айтқанда осындай бір бостандығы бар мемлекет болғаннан кейін осы дәрежеге жетіп отырмыз. Қазақстандағы қандас туыстардың, Моңғолиядағы, Еуропадағы жалпысы осы шежіренің ішіне кірді биыл. Енді шежіре болғаннан кейін бұл 100% шықпайды. Кейбіреулер сәйкесі болмағаннан кейін балалар қалып қалған болу керек. Кейбір ата-бабалар табылмаған болу керек. Мен өз басым осы жергілікті Жайсаңда немесе басқа жерде жасап жатқан мынау қандас туыстарға разымын. Неге десеңіз, бұл жерде 70 жылдық былайша айтқанда жоғалту болды. Осы кезде өзінің тарихын, өзінің ата-бабасын, өзінің сақтап қалу деген нәрсе ең үлкен нәрсе. Соларды қарап отырсаңыз, кейбіреулер анау ата-бабаларын Құран кәрімнің ішіне қатымда жазып кеткен қағаздан тауып алды ата-бабаларын. Енді кейбіреулер сөйтіп бір-бірімен қузап отырып, осының бәрін бүгінге жеткізді. Сонда мына шежіредегі үлкен ақтаңлақты толтырды деген нәрсе. Сондықтан мен сіздерге көп разымын. Жалпы енді біздің халқымыз бұрыннан бері қарай берекелі, ынтымақты болған халық, бір ауызды болған халық. Енді жалпы сіздерге басқа не айтамыз? Денсаулық тілейміз. Осы жұмыстың бір жақ шетінде болдыңыздар сіздер. Соған рахмет айтамын. Ал енді мына Бұқарбай Батыр қорғауға деген мынау жаңа мына Болат бауырым айтып кетті, мемлекеттік тіркеуде тұрған үлкен қорғауға бұл. Енді бұл өзінің үлкен жарнамасын, үлкен өзінің істеуге тиісті жұмыстарын бұрын жариялағанбыз, өздеріңіз білесіздер. Енді сатылы түрде осының бәрін бірден істеп келе жатырмыз.
Сіздердің осы жұмыстың бір жақ шетін дәлелдеп болуларыңызды өтінеміз. Сіздерге көп рахмет. Аман болайық, сау болайық. Көп рахмет. Ал енді құрметті ағайындар, енді мына кітабымыздың тұсаукесерін жасайық. Тұсаукесерге мына жерге шақырайын мен сіздерді. Дәкен аға, мына жерге таман келіңіздер. Әлбек аға, Құмар аға, бер шығыңыздар. Ханикамал апай, Махмұт аға, Құмар бауырым, бер қата келіңіздер. Мына әр біреулеріңіз ұстап тұрып, бір кітаптан етіп осында кітаптың астында қайшы бар міне, қайшы бар міне. Бер келді, мына жаққа екен, мына бер таман. Бабасы басын өтіп бар. Мына жаққа Әлбек пен Дәкен аға өтіп жүрсін. Махмұт бер келді. Әлбек етіп, onlar мен әлі қасқар қалқын келді. Чашымды қазір еріп дайындай беріңіздер. Ал, кеш. Мына кісі чашып әкеп. Қазір міне, бәрі бар, дайын. Кесе берейік. Амастыр. Ал, чет алып кетші, расымен міне. Шапалақ. Қайсыны кесесің? Қайсыны? Сол көшімдегі кесе беріңіз. Кесе беріңіз. Чашы, мына жақтың бәрі Ой, рахмет. Келіңіз. Ой, апарат. Нет, қазір айтамын. Aldın mı? Ал енді, Еркін, Aldın mı? құрметті ағайын, міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Міне тұсаукесерді ашып жатырмыз. Міне 1300 беттік міне барлығы жазылған міне. Бірінші өздеріңізге берген міне Бұқарбай бабамыздың Ителі руының туралы барлық демендер жазылған тарихтары. Арт жағында мына чежіренің арт жағында кім қайдан тараған, соның арт жағында тізімдері барлығы түгел тізімдер тұр. Енді кім өздерінің өмір баяндарын ата бабаларының берген, жаңа айтып кеттім, соның барлығы ішіне кірген. Ал кім бере алмай қалды, өкінішке реніш жоқ енді. Енді бұл жерде өздеріңіз біліп отырсыздар, Ителі руы бүкіл жеке Қазақстанда емес, Қытайда, Монғолияда, Европада, Францияда, Түркиядан бәр жағында жүр. Бәр жағында бар, соларда ішке мына ішінде кірілген. Жаңа Түркиядан звондап Рахим Талғат Құдайбергенұлы құттықтап жатыр, сіздерге көп сәлем айтып жатыр. Зайсанда болмай қалдым, Зайсанда болсам мен енді бірге боларым деп. Енді осындай еңбек жасап, біздің ауылдарымызға келіп осындай үлкен мәртебе сыйлап отырған Байахмет ағамызға осы Зайсан ауданының тұрғындарынан атынан бір сый шапанымыз бар. Байахмет аға, рұқсат болса бері келсеңіз, орта келсеңіз, бері келсеңіз. Ал, маңызына келіңіз. Жерге дейін. Аман. Al telefonu. Общий түсірілгенларда түсірттіңler. Сөзді міне, бөкетіп, Дәліхан ағамызға берейік. Құрметті бүгін азаматтар, туыстар, Қысқадан нұсқа. мынау үлкен міне біздің қазір мен міне жаңа кітапты көріп өзіміздің керей ителінің азаматтарға осы міне жиынға қатысқан ағайын туғандарға, бәрі ағайын туған енді қазір былай қарасақ бәріміз ағайын туғаннан есептенеміз. Сондықтан сіздерге де зор денсаулық тілеймін, амандық тілеймін. Бала шағаның міне осы чежір арқылы барлық бағыттар таратылып, жаңағы осы қауымды дамыту үшін осымен бірге бәріміз жұмыс істейік, бірге дамытуға күш салайық, атсалысайық. Соған жетілік тілектеспін, барлықтарыңыз амандық саулық болсын. Дендеріңізге саулық, әсіресе міне Байахмет бауырым жасы кішіме енді бұл кісіге зор еңбегін әр уақыт болсын, жаныңыз аман болсын. Ой, рахмет. Рахмет. Амандық қайғыры бұл заман ішкенде нелі болып тұрмын өздеріңіз. Өзіңізді аман есен болыңыз. Рахмет. Аман есен жүре беріңіз, әр уақытта қуанышына ортақ бола беріңіз. Рахмет. Өзіңіз аман есен болыңыз. Ал енді құрметті ағайын, өздеріңіз былтыр Қараталға барғанда жиналыс өткізгенбіз. Сол кезде Дәлелхан ақсақалы, Ыбырайұлы Дәлелхан ақсақалымыз келіп, өзінің білімділігін көрсетіп, мына ителінің руының қандай жанашыр екенін айтып, өз бір сөзін сөйлеп, былтыр бір белбеуімізді бір қоздырып кеткен болатын.
Сол кісі аяқ астынан қайтыс болып кетті. Арамызға сол кісінің жолдасы жеңгеміз келіп отыр. Жеңгеміз өз бір ауыз тілегін айтып, ниетін білдірсе деп отырмын. Ал, жеңеше шығыңыз, келіңіз. Құрметті жиылған барлық қалашаға туған туыс, қайын жыраған келін кешек. Құрметтеп мына шежіремізді ата құрметтеп келген баршаңызға рахмет. Әсіресе ішінде оқыған басшы болған, жетекші болған бастар аяқ болмайын таусып. Күн төрткөл енеменен құлық қазғандай болып, ата тегін жететесін білетін де бар, білмейтін де бар. Осы бір романға сыйғызып, ұрпақтың алыс жағын кім екен, кімнің кім екенін тектілігін танытып, жететесін жете білген, білмеген жетесіздің негізілер дегіздей барлық балашаға бұдан мұнай өз жететасын жете білсін деп, барлық ұрпақ үшін көз майын тауысып балашаға сендер үшін еңбегін сарп еткен Баяхметке қайрым саған. Мыңда бір рахмет. Алла еңбегіңді жаңғыртсын. Қоршаған балашағың игілігін көріп қансыз рахмет қарған. Енді осы бір күнді көремей кеткен ағаң арманда, енді артында өзіңізді ұрпағыңыздай балашағасы бар, ұрпағы бар, көріске арман жоқ. Барлықтарыңа рахмет. Рахмет. Ал енді келесі сөз. Әлеке, қадамыз қол. Bir жарым жыл болды енді. Сіздер осы көп кітаптың артынан жүгіргелі. Бұны шығарған міне Баяхмет бауырымызға мыңда бір рахмет. Өнерің істен біздің жарқын болып, қаламың ұсталып, қайда істеңді аман жүр бауырым. Енді ағайын туыстардың айтқан сөзіне қосып айтарым. Мына кітап шыққаннан бері енді білесіздер, кімнің кім екенін қайдан. Сондықтан бірімізге бірім жақын, жан тартып, мына қоғамдық қор тоқтап қалмайды ағайын. Мынау бір уыс қана болып тұр қазіргі жиналған қаржы. Сол қаржы дамыса ғана дамиды ары қарай дүние. Әне айтып жатыр ғой, ағайын 45 миллионға не жинады деп. Сол секілді біз кімнен келміз? Мына кітаптан шыққан ағайындар түгел бірігіңдер, басқа ештеңе айтпаймын. Алла Баяхмет бауырымызға ғұмыр берсін, соның тілеуін тілеп. Айтыңыз бір еді. Көп нетпей бір-екі ауыз айтыңыз. Мұраға сіздер жақын бер тамақ келіңіз. Ел ұрпақтары, ағасына көп рахмет. Осы бізге чилі шығарып келгеніңізге сіздің артаңыз деп өзім тек қана осы өңірде емес, Европа құрлығымен, Азия құрлығында, басқа құрлықтағы туыстардың бәрін Жігіттер тыңдайық. кітапқа жинастырған. Аяғына көп рахмет, еңбегіңіз жана берсін аға. Сізге Алла тағала зор денсаулық берсін. Енді алда деген мақсаттарыңызға жетуіңізге Алла нәсіп қылсын. Енді сіз басшы болыңыз, бізге қанат болуыңыз бар. Артыңыздан ресей біздің мақтанышымыз болып Сөйле бар ма? Ал енді құрметті ағайындар, сөйлемейтіндер жоқ болса, енді мына Баяхмет ағамыздың өзінің осында берген бір сый тартулары бар екен, өзімен бірге ала келген. Жұмыс істеп жүрген жігіттерге өзінің сыйларын өзі берсін. Әлек, анжақ жақтан бөлек жиналыс ашып алдыңыздар ғой, бер тамы тұрсаңыздар, содан кейін бір 5 минут жалсаңыздар. Бірісі енді Әлбек аға. Рахмет, ат салысып жігіттерге айтып жүрген. Рахмет екен. Рахмет, ескергендеріне рахмет. Алла разы болсын. Болат Шемерді. Рахмет. Асқар Мәмбет келе алмапты. Son bir gel sen ala. Bakan apay Baktı degen kişi. O da kel almadı. Yengelerimiz. Siz de bir Allah razı olsun. hangi olur? Bana kişi. Sana bak. Beni. Енді біреу бар екен. Қане? Болат өзің. Жоқ, мен мына кісілер мен маған артынан қартық қалғанда жібересіңіз. Çok az yuvarlayın bir sana çeşit benim olsun.
Mine, Zuka batırdın mine. Altından жасалған. Ал енді мына алда жалпы жұмысқа атсалысқан белсенді адамдарды бұдан да үлкен марапаттаймыз деген ойдамыз. Енді мынау мемлекетке тіркелген қорғаған болғаннан кейін бұл мемлекетке өтініп үлкен марапаттар алуға болады. Оның бәрін сол ақырын көреміз. Сіздерге денсаулық тілеймін. Көп рахмет. Сіздер енді аман болыңыздар, сау болыңыздар. Рахмет. Алла разы болсын. Қазақтың бір тұрағы созақ болған адамның бір баласы қазақ болған. Қазаққа соқтығысқан көп дұшпанның көргені тірілікте тозақ болған. Керейдің ұл қыздары егей болған. Бар қазаққа мерей болған. Керейдің бір баласы ителеді, ұлдары шеттерінен битөреді. Егерегіскен дұшпанын тірідейін шетінен отқа қақтап үйтөреді. Сөзіме Зуқа батыр дәлел шығар, бетіне қылам үйтөреді, битөреді. Қазақпыз әуел бастан тарих ұлы, белгілі тарихыңнан танитыны. Зуқадай адам енді келер мекен, кешегі үлкен молда Сәбитұлы. Демеңдер іштерінен тынып жатыр, тарихын бұл қазағым біліп жатыр. Ителінің шежіресі шыққандықтан жиналғандар тарихын оқып жатыр. Шежіре бабалардың ізі емес пе? Шықпаса көмескі боп бұғып жатыр. Тарихы бабалардың бүгін міне бұйырса кітап болып шығып жатыр. Басталып жатыр міне осы қадам. Байеке қолыңызға қуақ берсін. Шежіресіз болдыңыз асыл ағам. Ителінің ұрпағы жан-жақта ғой. Топ алдында айтайын осын ағам. Азия Европаның төріндегі ұрпақтар болса екен басың аман. Ата қоныс жиналсын қазағыма, Европада ұрпақтар шашыраған. Ой, рахмет. Мына кітап баяған кітап мен сізге тарту міне. Көп рахмет. Өркөніңіз. Зуқа батыр тұлы. Рахмет, жақсы. Біздің бауырымыз Қуатбек деген. Жақсы, өте Қуанар деген ақсақалымыз болған Мұңжайдан келген. Біздің ауылда тұрады. Кім деген дейсің? Қуанар деген ақсақал. жақсы. Әкесі Батакөй үлкен ақсақал болған. Жақсы, Алла разы болсын. Қай елдің ұлысы? Ау, Қайсы? Ител. Bu ител ме? ител өзіміз бауыр. Ител деген кітап шықты дегенге мен басқа керек болып жырлап тұр десем. Жақын тұрып сөйлемін.